Достар, бүгін сіздермен өте дәмді кешкі ас дайындайтын боламыз. Не көріп тұрғандай, осындай әдемі, тәтті болып шығады. Міне мен үйдегілерге осындай 4 порция дайындадым. Қазір дайындалу жолын сіздерге көрсетемін. Алдымен біздің каналға тіркеліңіздер, видеоға лайк қойыңыздар. Рецебін астына жазатын боламын. Ең алдымен біз осындай фарштан люля кебаб жасап аламыз. Жасалу жолын көрсетемін. Дәл осы видеодағыдай прям тәтті, дәмді болып шығады. Алдымен біз фаршты осылай дайындап аламыз. Фаршымызға қосатындарын дайындаймыз. Ол үшін сарымсақ, чеснок, сосын жұмыртқа қосамыз. Үстіне нанның жұмсағын қосып, және сұйық май қосып, жақсылап блендерден осылайынан өткізіп езіп аламыз. Осы езілгенімізді жәнегі фаршымызға қосып, үстіне приправа қосамыз. Сосын қара бұрыш қосамыз, тұз қосамыз дәміне қарай. Сосын осыларды жақсылап отырып, араластырып, біркелкі қылдырамыз. Енді біз бұны екі қолымызбен ұрғылап отырып, жақсылап дайындап аламыз. Дәл осылай ұрғыласаңыздар, жақсы бір-біріне қосылып, әдемі болып шығады. Енді бізге ұзынша таяқшалар керек. Осы таяқшаға жақсылап отырып ораймыз. Ажырап кетпейтіндей қылдырып. Міне осылайынан барлығын орап аламыз. Дәл осылай етіп барлығын жасап алдым. Видеоны таныстарыңызға, достарыңызға бәріне жіберуге болады. Олар да осы рецепт арқылы жасап көру үшін. Не көріп тұрғандай барлығын дайындап алдым. Енді духовка формасына фольганы төсеп, 30 минуттайға пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасының қызуына байланысты. Үстіне сұйық майдан жағуды ұмытпаңыздар. Сонда өте дәмді болып піседі. Енді біз қасына картоп пісірамыз. Ол үшін картошкаларымызды дәл осылай етіп турап аламыз. Сосын сұйық майымызға чеснокты қосып, және орегanoдан қосамыз. Паприка қосамыз. Сосын приправа қосамыз. Барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Міне дәл осындай болып шығады. Тұз қосуды ұмытып кетіппін. Сосын тұз қосамыз. Енді осы картошкамызға құямыз. Сосын біркелкі болатындай бетін жауып, жақсылап отырып араластырып шығамыз. Міне осындай болып шығады. Бұны да духовкамызға салып пісіріп аламыз. Міне өте дәмді осындай тәтті картошкамен люля кебаб шықты. Осылайынан ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынуға болады. Сәттілік ас болсын.